Жасы біразға келсе де тұрмысқа шықпаған құрбым бар еді. Сол құрбым жаңа жыл қарсаңында тұрмысқа шыққалы жатырмын деп қуандырған болатын. Артынша хабарсыз кетті. Той әлегімен әуре болар деп мен де мазалай қоймадым. Бір күні телефоныма хабарласып, ала алмаған соң, өтінем, біздікіне келші, жаман болып отырмын деп хат жолдапты. Оптимистік көзқарастағы құрбым тіпті несиесін төлей алмай қиналғанда бұлай жазбаған. Не болды екен? Хабарламаны оқи сала кешкісін үйге емес құрбымның үйіне тарттым. Жатақхананың бір бөлмесін жалдап тұратын. Есік қоңырауын ұзақ басып тұрып қалдым. Әлден соң шашы удар-дудар, көзі ісіп кеткен құрбым есікті ашып, мені құшақтап үйге кіргізді. Қашанда тазалықты сүйетін құрбымның бүгінгі кейпін көріп, қатты таң қалдым. Төсек орны жиналмаған, үстел үстінде 3-4 күннен қалған қалдық тамақтар үйіліп тұр. Киімдер де ретсіз шашылып жатыр. Бірақ оның біріне қымсынатын емес. Құрбым шай қойып келейін деп, ақ шәйнектің құлағын көтеріп шығып кетті. Қарап отырмай мен де төсекті қағып сілкіп жинап, столды тазалауға көштім. Столды жиып бола бергенде, құрбымда ысқырған шәйнекті ұстап кірді. Ой, кешірші, жағдайым болмай жүр деп қысыла сөйлеген құрбым тоңазытқыштан анау-мынау алып дастарханға қоя бастады. Терезеге жақындап, орындыққа отыруға ыңғайланған мен стол астында жатқан қағазды іліп алып, терезеге қойғалы жатқам. Бірақ қағаз аурухананың қағазы болғандықтан, не болып қалды екен деген әуестігімді жеңе алмай, көз жүгіртіп оқи бастадым. Алғашқыда түсінбей қайталап оқыдым. Я, құрбым түсік тастапты. Маған таңдана қараған ол, бәрін басынан бастап айтайыншы, ішім өртеніп барады деді. Дастархан басына жайғасқаннан кейін біресе жылап, біресе күліп өз өмірінің қиындықтарын бөлісті. Ары қарай құрбымның сөзімен сөйлесек. Мен оңтүстікте туып өстім. Жоғары сыныпта оқып жүргенде анам қайтыс болып кетті. Ағам бізді жетімсіретпейін деп қайтадан тез үйленген болатын. Мен әкемді аға деймін. Бірақ нағыз жетімдікті біз сол өгей шешем түскен күннен бастап көрдік. Жалғыз інім болды. 2 жылдың ішінде 2 бала тапқан ол, баласын емізгені болмаса, барлық жұмысты маған істететін. Тіпті түнде баланың астын құрғату да менің мойнымда. Әкем жуас жан. Көріп біліп жүрсе де, қарсы бір нәрсе айтқан емес. Өгей шешем мен мектепті аяқтай салысымен жақын жерден маған күйеу қарай бастады. Бізге көрші боласыңдар, ағаң да көз алдыңда болады деп, сумаңдаған шешем үй шаруасына мені өмір бақилық малай жасағысы келген сияқты. Бірде ағам алыс туыстар қайтыс болып сол жақта қалып қойды. Арам ойын бірден іске асыруға талпынған өгей шешем жас шамасы 40-тан асып қалған қырма сақалды біреуді ертіп келді. Түнімен отырып, үгіт насихат жүргізді. Ол табыскер екен. Алғашқы елі оңбаған жүргіш біреу болған. Осыған тисем маңдайым жарқырайды екен. Ағама да көлік әпереді екен. Жеке кәсібі дөңгелеп отырған дәулетті жігітке қыздар таласып тұрып тиеді деп сөзін аяқтаған шешем, енді сен де ыңғайлана бер дегендей анаған көзін қысып тұрып кетті. Іле орнымнан атып тұрған мен өліп қалсам да байға тимейтіндігімді айттым. Көнбеген мені тіпті бөлмеге қамап қойды. Терезеден секіріп шыққан мен сынып жетекшімнің үйіне түн жарымында келдім. Еңіреп жылап тұрған мені көріп, сынып жетекшімнің көзі атыздай болды. Мен ол кезде жеке куәлігімді алып қойған едім. Жасым 18-ге толуға 2 ай қалған. Сондықтан заң орындарына барғанымен еш нәрсе шығарып дәлелдей алмадық. Әкемді алдап сулап, сеніміне кіріп алған өгей шеше ақырында мені үйден қуып шықты. Шымкентке келдім. Барар жер, басар тауым жоқ болғандықтан сыныптасымның әпкесінің үйінде тұрдым. Жақсы адам сияқты көрінген. Кафеге даяшы болып жұмысқа тұрдым. Өз тамағың мен киіміңе ақша тапсаң болды, сенен ақы алмаймын деген әпкесінің де ішкі есебі бар екен. Жаңа жыл қарсаңы болатын. Ауылға барып інімді көргім келді. Қатты сағындым. Аздаған жиған ақшама ініме, ағама, ағамның 2-ші некесінен туған бауырларыма бір нәрселер алып бардым. Барғаныма 2 күн өтпей жатып, Анар әпше, сыныптасымның әпкесі, звондап шақырып алды. Үйге келсем, Анар әпшемен тағы бір орта жастағы әйел отыр екен. Жаным күнім деп отырып, мені өз ұлына айттырғалы отырғандығын жеткізді. Суретін де көрсетті. Бойы ұзын, келбетті жігіт екен. Мынадай әдемі жігітке қалай қыз қарамайды? Неге мені таңдады деп ішімнен ойласам да, келісімімді бердім. Бермеске амалым жоқ еді.
Анар әпше қашанға мені үйінде ұстасын. Солай Бәйдібек ауданына өз аяғыммен біреуге келін, біреуге жар болуға бардым. Барғаныма өкінемін деп ойлаған жоқпын. Болашақ күйеуің сыртта жүр дегенді желеу етіп, беташардан кейін бірақ көресің деді. Кеш батты, шымылдық ішінде отырған едік. Есік жақ тарпылдап кетті. Екі жігіт иық тірестіріп бірге кірді. Шыққыр көзім көрмей-ақ қойса болар еді. Күйеуім даун синдромының ауыр түрімен ауыратын болып шықты. Біреу жетектеп жүрмесе, өз бетімен жүре алмайды. Тамақты да қасықпен беру керек. Таң атқанша жылап шыққанмен таң атысымен бірінші автобуспен Шымкентке келдім. Қалтамда бар жоғы 10 000 теңгедей ақша бар. Одан Алматыға келдім. Бірақ қайда жүрмейін арымды сақтадым. Алматыға келген соң алғашқы күндері вокзалға түнеп жүрдім. Бір күні бір апай жан ашып, мені бір дүкенге алып келді. Сол жерде қона жатып сауда жасадым. Аяғыма тұрған соң пәтер жалдап саудаға шықтым. Кейін базардан өткен суық шекемнен шығып, осы жұмысыма ауыстым. Бір күні асығыс таксиге отырайын деп қолымды көтергем. Жаныма қара түсті шетелдік көлік тоқтады. Алдына отырғызып алған жігіт жол бойына ананы мынаны сұрап танысып алды. 2000-ға майдам жоқ деп телефон нөмірімді сұрап алды. Ертесі байырғы танысындай өзімсініп хабарласып тұр. Ешқандай жігітпен жүріп көрмеген мен байқұс оның тәтті сөздеріне басым айналып қалды. Қарапайым жігіт күзетші болып істейді. Қолы боста жеке көлігімен адам тасып нәпақасын айырады. Ата-анам кәрі, мен ғана жұмыс істеймін, сондықтан ақшам жетпейді дейтін. Мен оған сеніп, анаңа апарып бер деп азық-түлік әперіп жіберетін едім. Өйткені ол менің сеніміме кірген. Екеуміздің жүріп жүргенімізге 6 ай толғанда аяғым ауырлады. Ол кезде Мақсат түбегейлі менің үйіме көшіп келіп алған болатын. Мақсат қуанған сияқты болды, бірақ заңды некеге тұруды кейінге шегере беретін. Бір күні жұмыстан келсем, бөлменің алдында бір баланы жетектеп, бір баланы құндақтап алған жас келіншек тұр. Маған келген екен, бөлмеге кірдік. Сөйтсем, Мақсатым нағыз өтірікшінің өзі болды. 2 баланың әкесі екен. Мақсат мені ата-анасымен, тіпті бір туысымен таныстырып көрген емес. Ана келіншек дәлел ретінде той суреттерінде ала келіпті. 2 баланы жетім етем десеңіз, өзіңіз біліңіз деп бір ауыз сөз айтты. Бір ауыз сөз өмірімнің күл талқанын шығарады деп кім ойлаған? Өзім жетімдіктің азабын бір кісідей білемін. Енді кінәсіз балаларды әкесінен айырғым келмеді. Мақсат келгенде жүктерін жинап есік сыртына қойған едім. Бәрін түсінген сияқты. Үндемей кетіп қалды. Тіпті телефон нөмірін ауыстырып тастаған. Ал мен, баланы дүниеге әкелгенде кім қарайды? Тағы бір жетімнің санын көбейтемін ау босқа деп ішім қанжылады. Мақсаттың ұрпағы ғой, далаға тастамас деп баланы туып соларға жаздырмақ болдым. Бірақ бір күні Құдай азабымды жеңілдетейін деді ме, жолда байқаусызда көлік қағып кетіп баланы түсіріп алдым. Міне осылай тағдырымның бас аяғы жоқ шырмауық болып кетті. Анам өмірден қайтқанда бағым бірге кеткен екен. Қазір мен есік көрген, бала көтерген келіншекпін, ешкімге керексіз. Жоқ, сөзімді бөлмеші, тіпті өмірге деген құлшынысым қалмапты. Біраздан бері таныс болсақ та, құрбымның басынан осынша оқиға өткеннен хабарсыз болған маналыдым. Егіле тыңдап, мән-жайды түсініп құрбыма қалай көмектесемін деп ойлаған мен, ертеңгі бірінші шаруам оны таныс психологқа апару болсын деп шештім. Түнімен таныс психологтың нөмірі ауысып кеткендіктен таныстардан сұрастырып әрең тапқандай болғам. Онда да жұмыс нөмірін. Ертесі сағат 9-да әрең болдырған мен психологтың жұмыс нөміріне қоңырау шалдым. Көмекшісі жазылу тек келесі айға жүзеге асатынын, отбасымен демалысқа кеткендігін сыпайы түрде жеткізді. Қап, енді қайттым, бірақ жұмыс аяқтала салысымен тағы құрбым тұратын ауданға тарттым. Бұл жолы есікті ұзағырақ қағып тұрып қалдым. Ұялы байланысына шыққанымда бүгін жұмысқа шығып кеткендігін, үйге жетіп қалғандығын асыға айтып шықты. Көп ұзамай құрбым да көрінді. Кеше байқамаған екенмін. Біраз азып кеткен. Жымиған түр танытқанымен арғы жағы мұңды көзқарас. Баладан айырылғаннан кейін бірақ түсіндім. Кішкене болса да жыбырлап, жалғыздығымды білдірмейтін еді. Баладан айырылғаннан кейін 2-3 күн өткен соң ғой деймін, Мақсат қоңырау шалды. Кездесуге әйел екеуі бірге келіпті. Шағын дәмхананың түпкіргі жағында отырдық. Екеуі маған қарама-қарсы отырды. Мақсатта үн жоқ, төмен қарап отырды.
Құрбым деп бастады сөзін келіншегі. Біз Мақсат екеуміз ойлана келіп баланы жетімсіретпейік. Қанша дегенмен Мақсаттың қаны ғой деп, егер келіссең баланы өзімізге асырап алуға шешім шығардық. Мақсаттың екінші әйел етіп алуына да қарсы емеспін. Әрине әйел ретінде маған мұндай шешім қабылдау ауыр. Бірақ Мақсаттың көз алдымызда солып бара жатқанын көру мен үшін одан да ауыр. Негізі Мақсат мені аяғаннан кейін үйленген болатын. Менің аяғым ауырлап қалды бір тұрақсыз жігіттен. Ағаларым білсе өлтіретін еді. Не істерімді білмегенде осы Мақсат тығырықтан шығар жол тауып уақытша үйленген едік. Сезімге беріліп, екінші сәбиімді дүниеге әкелдім. Сондықтан Мақсат қайда барамын десе де, мен ұстап тұра алмаймын деді. Келіншегі бір рет аяғын шалыс басса да ақылды екен. Сол жерде соңғы сөзімді айттым. Мен ешқашан екеуіңді айырмаймын дедім. Егер сәби болғанда мүмкін екінші әйелі болар ма едім. Бірақ Алла өзі қаламаған сияқты бірге болуды. Баладан айырылдым. Баладан айырылғанымды білгенде Мақсат та, келіншегі де күйзелді. Расымен де жаны жайсаң адам екен. Келіншегін шығарып жіберіп Мақсат әбден жалынды. Барлық жағдайыңды жасаймын деп. Арым жібермеді, білесің бе? Екінші рет балапандардың көз жасынан қорықтым. Ал бүгін не болғанын білесің бе? Бүгін мен кассир болып істейтін ауруханаға бірінші күйеуім келіпті. Әрине қасындағылардың сүйемелдеуімен ғой. Анасын көлік қағып қайтыс болған екен. Баласын туыстары мүгедектер үйіне өткізуге келіпті. Біздің ауруханада зерттеу қорытындысын тез беретін болғандықтан келіпті. Жаным ауырды. Шешесі баласын мүгедек болса да жақсы көретін еді. Бұл жағдай ауыр психологиялық салмақ болды. Азырақ әңгімелескен соң біз қоштасып, мен үйіме қайттым. Шетелден қайтқан таныс психологтың қабылдауына құрбымның нөмірін жазып, өзім күйбең тіршілікпен алысып, біраз уақыт хабарсыз кеттік. Бірақ бір күні аяқ астында келген хабарламада тұрмысқа шыққалы жатырмын деген жазуды оқып, бір қуанып, бір шошып қалдым. Жұмыстан кейін жатақханаға қарай жедел аяғымды нығыздай баса жеттім. Құрбым күлімдей қарсы алды. Жаңа махаббат хикаясын тыңдауға әзірмісің? Әзір екенімді білдіріп, басымды изей түстім. Сен таныстырған психологке көрінген соң өзімді мықтап қолға алуым керектігін түсіндім. Өзімді қолға алып, жұмысымды жігерлене атқарып жүрген едім. Бір күні үйге ішкі істер бөлімінен хат келіпті. Мені қаққан машина иесіне үлкен көлемде айыппұл төлетпекші екен. Ал мен барып арыз жазуым керек. Шынымды айтсам, зауқым болмады. Бөлімге барып, арыз жазбайтынымды, еш нәрсе талап етпейтіндігімді айтып кеткен едім. Не үшін, не себепті деп тықақтаған сержант ақыр аяғында баладан құтылғысы келіп көлікке өзі жүгірді деген хаттама толтырып алыпты. Психолог жайіне қалды. Күнде жүгіріс. Саған хабарласқанда телефоның өшіп тұрды. Кейін білдім ғой, шетелде іссапарда жүріпсің. Ақыр аяғында жазатайым оқиға екендігін дәлелдеп жатып әрең құтылдым. Бірақ сенбейсің, мені қаққан жігіт екеуміз бір бөлімге барып келіп жүріп, қалай жақын адамға айналып кеткенімізді сезбей қалыппыз. Ол ажырасқан, сол күні әйелі тастап кеткен екен. Машинаны қатты айдаған себебім сол еді дейді. Бір жамандықтың бір жақсылығы болатындығына сендім. Иә, мен бауыр етімнен айырылған шығармын, бірақ бақытымды таптым. Үнсіз тыңдаған мен құрбымды ақырын құшақтап, сен бақытты болуға лайықсың деп сыбырладым. Көзіне жас толған құрбым күлімсірегісі келген еді, алайда жылап қоя берді. Шырмауыққа толы өмір сүрген құрбымның жақында тойы.